Баршаңызға сәлем, сіздермен Мадина. Бүгінгі жасайтын пирогымыз өте оңай, 12 қасық деп аталатын әйгілі пирог. Барлық қоспаны қасықпен өлшеп салып араластырасыз, сонымен пирогымыз дайын. Ол үшін таза ыдысымызға 3 жұмыртқамызды жарып саламыз, оның үстінен 12 ас қасық сүтімізді құямыз. Бұл пирогты жасалуға таразы да қажет емес, миксер де қажет емес. Бар болғаны қасығыңыз болса, болғаны ас қасықпен осылай өлшеп қосыңыздар. Одан кейін үстіне 12 ас қасық сұйық майымызды қосамыз. Өте дәмді, үлпілдек пирогтардың бірі, сондықтан осы рецепт бойынша міндетті түрде жасап көріңіздер. Жазбаша рецепт міндетті түрде описание бөліміне жазып қалдыратын боламын, сол жерден қарап көрсеңіздер болады. Одан кейін оның үстіне 12 ас қасық құмшекерімізді қосамыз. Видео ұнап жатса, достарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. 12 ас қасық пирогын жасап көрсін, өте оңай, барлық адам жасай алатын пирогтардың бірі. Құмшекерімізді қосып алғаннан соң, оның үстінен шым-шым тұз қосамыз да жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жұмыртқамызды толығымен араластырып, құмшекеріміз кішкене ерігенше араластырамыз да, оның үстінен 12 ас қасық ұнымызды саламыз. Көріп тұрғандарыңыздай өте оңай, жеңіл рецепт. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, осындай оңай рецепттерді жіберіп алмас үшін видеоның астындағы подписаться кнопкасын басып қойыңыз. 12 ас қасық ұнымызды қосқан соң, 1 шай қасық үстіне қопсытқыш, яғни разрыхлителімізді қосамыз да, тағы да жақсылап араластырамыз. Осымен біздің қамырымыз дайын. Қамырды жақсылап түйіршік қалмайтындай етіп араластырып алыңыздар. Массамыз қою емес, сұйықтау болып шығады. Жақсылап араластырып, дәл осы кезде духовкамызды, яғни пешімізді 180 градусқа алдын ала қыздырып дайындап қоямыз. Осындай өте әдемі біркелкі қамыр шығу қажет. Қажетті формамызды астын майлап, не болмаса пергамент қағазын төсейміз. Мен майлап алдым, осындай 4 бұрышты формаға пісіргелі жатырмын. Сіздер формаға пісіретін болсаңыздар, кішірек диаметрін таңдағандарыңыз дұрыс. Қамырымызды құйып, 180 градуста 25-35 минут аралығында осылай қып-қызыл болғанша пісіріп алатын боламыз. Піскендігін ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп көретін боламыз. Тығып көрген кезде ақ болып шықса, біздің қамырымыз, яғни пирогымыз пісті деген сөз. Не әсемдігі үшін қант ұнтағын сеуіп қойдым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша әсемдеп, шоколадпен немесе кремдермен әсемдесеңіз болады, не болмаса дәл сол күйінше жіберсеңіз болады. Толығымен суытып алып, пирогымызды кесіп ұсына берсеңіздер болады. Көріп тұрғандарыңыздай нәп-нәзік, жұп-жұмсақ, үлпілдек болып шығады. Осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Менің арнама міндетті түрде тіркеліп қоюды ұмытпаңыз. Менің арнамнан көптеген оңай, жеңіл, оригинал рецепттерді таба аласыздар. Видео ұнаса, пікірге кез келген смайлик қалдыра кетсеңіздер болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен болған Мадина.